Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осы жаз айында жасауға болатын өте керемет, жеңіл, тез дайындалатын алмұртты пирогтың рецептісімен бөлісемін. Барлық ингредиенттердің құрамын төменге жазып қоямын. Бізге қажет ингредиенттер: сары май, жұмыртқа, қант, қопсытқыш және ұн. Ең алдымен ұнға қопсытқыш салдым. Оның үстіне осылай сары майды ұсақтап, турап саламыз. Одан соң үстіне қант қосамыз және де осылай қолымызбен араластырамыз, үгітіп шығамыз. Бізде песочный қамыр шығу керек. Үгітілмелі қамыр шығуы тиіс. Үстіне 2 жұмыртқа саламыз, тағы да қолымызбен жақсылап араластырамыз. Қамыр болғанға шейін илейміз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын, осындай болып шығуы керек. Менде форманың диаметрі 22 сантиметр. Сол формаға осы қамырдың кішкентай бөлігін қазір тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыш немесе мұздатқышқа салып қойыңыздар. Ал осы үлкен бөлігін алып, форманың барлық жеріне жететіндей қылып, осылай тіпті жандарында көтеріп, қалыпқа келтіреміз. Мінекей бізде осындай болып шықты. Енді осыны әзірше тоңазытқышқа салып қоямыз. Қазір біз салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін бізге алмұрт қажет. Оны осы видеода көрсетілгендей өте ұсақ бөліктерге турап шығамыз. Сіздер алмұртты басқа да жемістерге алмастырсаңыздар болады. Осының үстіне қант саламыз және крахмал саламыз. Барлығын жақсылап біркелкі болғанға шейін араластырамыз. Тоңазытқыштан біздің форманы шығарып, оның үстіне осы салманы саламыз. Және де кішкентай бөлікті мұздатқышқа салып қойдық қой, сол қатып тұр, енді соны үкіштен өткіземіз. Ол бізге әдемілік ретінде және де осы пирогтың бетін жабу үшін қажет. 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Осындай болды мінекей пирогымыз. Шамамен 45 минуттай пісіреміз. Мінекей пирог бізде пісті, кішкене суыттық. Суытқан соң барып, жандарынан босатып, одан соң осы формадан шешеміз. Қалауыңызша бетін осылай қант ұнтағымен немесе жеміс жидектермен әсемдесеңіздер болады. Тортымыз қазір бізде ыстық болып тұр, бірақ мен міндетті түрде сіздерге кесіп көрсетемін. Ароматы өте керемет. Қараңыздар, пирогтың қамыры өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Мінекей достар, қараңыздар, пирогтың ортасы осындай болып шықты. Формасын керемет ұстайды. Ешқандай салмасы шашылып қалмайды. Дәмі өте керемет. Шаймен ішкенге өте жақсы үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға көп рахмет. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.